700-ден астам бүлдіршін тәрбиеленіп жатқан Жанатай ана балабақшасы 2 жылдың ішінде ата-ананы қызықтырып үлгеріпті. Қазір Тассай мөлтек ауданындағы тұрғындардың көпшілігі таң сәріден баласын осында таситын көрінеді. Сондықтан болар мұнда орын тапшы. Ғимаратқа кіргеннен бүлдіршін тұрмақ үлкендерді өзіне баурайтын безендіруді көресіз. Балалық шаққа саяхаттап кеткенімізді білмей қалдық. Тартымды жәдігерлермен суретке түсіп, қызығып жүрген қонақтар бір сәтке күнделікті мәселені ұмытты. Бұл бөбекжайдың құрылтайшысы осыған дейін мектеп балабақша ашып, мыңдаған бүлдіршінге ата болып жүр. 22 сәуір дүниежүзілік жер күні, яғни жер анаға құрмет көрсетіп, қадірін ұрпаққа түсіндіру. Осы сәтке тура келген іс-шара тәп-тәтті балақайлардың күлкісінен мың бұралған бейнен басталды. Шымкент қаласындағы балабақшаның меңгерушілері, тәрбиешілер мен ұлағатты ұстаздар қатысқан іс-шарада рухты көтеретін патриоттық сезімді оятатын әңгімелер айтылды. Орынды, өйткені елді жерді сақтау үшін бұғанасы қатпаған балақайлардан бастау керек. Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын екенін ұмытпайық. Аманат партиясының төрағасы, Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлының жарлығымен 2022 жыл балалар жылы деп жарияланған. Сол 2022 жылы партияның бір қатар бағдарламалары бар. Кедергісіз келешек, бақытты отбасы, сол бағдарламаларының іске асырылуын қадағалау, бақылау мақсатында бүгінгі үлкен іс-шараға келіп қатысып отырмыз. Бұл іс-шараның үлкен тәрбиеви маңызы бар. Өйткені тәрбие тал бесіктен басталады. Тағы да Ахмет Байтұрсынұлы айтқан сөзі бесіктен қабырға дейін ілім ізде деген сөздер бар. Сол сөздердің негізінде атқарылып отырған іс-шара бүгін жалпы Шымкент қаласындағы барлық балабақшалардан тәрбиешілерінің басын қосып семинар өткізіліп отыр. Бұл семинар еліміз келешегі болған, отанымызды ертеңгі күні дамытатын, қорғайтын азаматтарды жас кезінен патриоттық сезіммен, отанға деген, жерге деген патриоттық сезіммен тәрбиелеу мақсатында істелініп отырған іс-шара. Оны бізде осы балабақшада бүгін өткізіледі, одан кейін қала бойынша балабақшаларда, мектептерде бұны қолға алуымыз керек. Өткенде көрдік, қаңтар оқиғасында үңкей жастар шықты. Бұның бәрі ненің жетіспеушілігінен, бұның бәрі тәрбиенің жетіспеушілігінен. Білім мен тәрбие бір тепетең жүру керек. Ал тәрбиені жас кезден, жастықтан, балабақшадан бастау керек. Қатайып қойған ағашты майыстырамайсың. Кішкентай шыбық кезінден қаяққа қарап бұрсаң, соға қарап өседі. Соның үшін тәрбие мен білімді тепетең алып жүруіміз керек. Өткенде Аманат партиясының атқарушы хатшысы Асхат Раздықұлы Шымкентке іс-сапармен келген кезде мен екеуміз осы тақырыпта сөйлескен болатынбыз. Ол да мен ұсынысымды жақсы қабылдады, дұрыс қабылдады. Осы тәрбиені балабақша мен мектептерде идеологияға көбірек мән беруіміз керек. Жағдайлардың түбіне қарайтын болсақ, тәрбиенің жетіспеушілігінен келіп отыр бұның бәрі. Соған жаңа Қазақстанды бірге құрамыз деп бет бұрдық. Соны ел болып, халық болып бірлесіп, жаңа Қазақстанды құрамыз. Құда қаласа, соған бірінші қадамымыз деп есептейік. Тәрбиені жастардан бастайық, балалардан бастайық. Бұдан жалғастырып мектеп, одан кейін университеттерді осының жалғасын табады деп үміттенеміз.